Таң нұрлы болсын, Алланың нұры мен жақсылығы жаусын. Таң ертең оянғанда өзіне мен не істеуім керек деген, ал жатарда мен не істедім деген сұрақ қой. Өмір мүмкіндіктердің теңізі, бірақ біз жүзуге ерінеміз. Сен тірісің, демек бәріне мүмкіндік бар. Сен ерекшесің, бұл әлемде дәл сенде ешкім жоқ. Әр сәтті бағала. Өзіне өзің қызығатындай етіп өмір сүр. Көңілді бол, күлімсіреуіңмен бәріне нұр сыйла. Қателес, қатесіз өмір қызықсыз. Қорықпа, өмірде бәрі де болады. Берілме, бәрі бірден бола салмайды. Бүгін ешкім істегісі келмеген іспен айналыссаң, ертең ешкім қол жеткізбеген жағдайда өмір сүресің. Біздің ертеңгі жоспарымыздың орындалуына жалғыз кедергі бар. Ол бүгінгі күмәніміз. Егер сен не қалайтыныңды білмесең, нәтижесінде өзің қаламайтын нәрсеге тап боласың. Мақсатқа жету үшін жүру керек. Егер сен өзіне сенімсіз болсаң, онда саған кім сенеді? Айналаңа сені өрге жетелейтін адамдарды жинауға тырыс, себебі сені төменге тартатындар қашанда табылады. Сыңнан қашудың бір ғана жолы бар. Ештеңе айтпаңыз, ештеңе істемеңіз, ешкім болып қалыңыз. Сен туралы айтылған ешқандай сөз өзің туралы ойыңды өзгертпеу керек. Егер арманың болса, оны барлығынан қорға. Қолдарынан келмейтін адамдар сенің де қолынан келмейді деп айтады. Тыңдама, мақсат қойдың ба, тек алға ұмтыл. Үлкен жетістікке жету үшін тек сәттілік пен ақыл аздау. Олардан да маңызды дүние бар, ол жігерлі мінез. Егер адамдар сіздің мақсаттарыңызға күлмесе, демек мақсаттарыңыз өте кішкентай. Білімді жинау жеткіліксіз, оны іс жүзінде пайдалану керек. Армандау жеткіліксіз, әрекет ету керек. Әрекет етіп, сәтсіздікке ұшыраңыз, бірақ талпыныстарыңызды тоқтатпаңыз. Қандай жағдай болмасын, сабыр сақтаңыз. Кедергілер ол мақсаттан көзіңіз тайғанда көрінетін заттар. Барлық арман саған оларды жүзеге асыруға қажетті күшпен бірге келеді. Егер жағадан алыстауға қорықсаң, мұхитты жүзіп өте алмайсың. Үлкен мақсаттарды орындау жолында адам өзінің бойында басқаларға шамшырақ болатындай мінез барын сезінеді. Шабытты күтіп жатпай, оны шақыра білуіміз керек. Әрекет қай кезде де шабыт тудырады, ал шабыт үнемі әрекетке әкеле бермейді. Мен жағдайдың құрбаны емеспін. Мен өз шешімдерімнің нәтижесімін. Егер сіз өзіңізге не қажет екенін білсеңіз, және сол нәрсені қатты қаласаңыз, сіз оған жетудің жолын міндетті түрде табасыз. Егер бұл басқалардың қолынан келсе, сіздің де қолыңыздан келеді. Өзіңізді іздеуді тоқтаңыз, өзіңізді нөлден жасаңыз. Ештеңе туралы сұрамайтын адам ештеңе үйренбейді. Сөзден іс әрекетке көш. Өзіңді мақтан тұтатындай дәрежеге жеткенше тоқтама. Өмірге деген көзқарасыңды, ойыңды өзгерт, сонда өмірің де өзгереді. Әлемді өзгерткің келсе, өз-өзіңнен баста. Сіз өз ыңғайлы аймағыңыздан шыға алмай жүргенде, оның сыртында басқалардың армандары орындалып жатыр. Егер қазіргі өміріңіз сіздің армандарыңызға алып бара алмайтын болса, қорықпай, жасап жатқан істеріңізді өзгерту керек. Өміріңізді тек қорқыныш пен күмәнға құртпаңыздар. Қорқыныш ол өз-өзіңізді алдау. Уақыт жоқ деп ақталма. Шын керек адамдар мен тірліктерге уақыт табылады. Сен кеше ертең істеймін дегенсің. Енді бүгін жаса. Тек ойлану мен қалауды тоқтат. Іс жаса, мақсатына қол жеткіз, бар күшіңді аяма. Өз арманына өзің қол созбасаң, ешкім саған арманыңды алдына әкеліп бермейді. Өзіне сен, өзіңді алып шығар ақылың мен еңбегің. Қандай нәтижеге ие болатынды жарқын түрде елестет. Өз еңбегіңнің жемісін көз алдына елестет. Мотивацияң таусылған сайын немесе шаршаған сәттерде жемісіңді, жететін нәтижеңді ойла. Жоспарларың мен мақсаттарыңды қағаз бетіне түсір. Орындалған жоспарларыңды түртіп отыр. Өз-өзіне сөз бер, аяғына дейін баратынына, тайсалмастан нәтижеге жететініне уәде ет, немесе жақындарына сөз бер. Өзіне сен, бәрі де орнымен оңалады. Тек алға басқан қадамыңды жалғастыра беру керек. Жол қанша ұзақ болса да, алға басуды тоқтатпа. Осы видео көргендеріңізге рахмет. Гуказике каналына жазылыңыздар.